Оңтүстік фильм ұсынады. Бейімбет бейнесі. Қазақ әдебиетінің ұлы тұлғаларының бірі, көрнекті жазушы, ақын, драматург және қоғам қайраткері, қазақ халқының рухани дамуы мен ұлттық санасының қалыптасуына зор үлес қосқан классик Бейімбет Майлиннің туғанына биыл 130 жыл толады. Бұл мерейтой қазақ әдебиетінің бірегей тұлғасының шығармашылығын, қоғамдық қызметін және ұлттық мәдениетіміздегі рөлін еске алуға, сонымен қатар оның мәңгілік мұрасын жаңаша зерделеуге арналған ерекше мүмкіндік. Бейімбет Майлин 1894 жылы қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Оның балалық шағы қиыншылықпен өтті. Әкесі 1 жасында, анасы 6 жасында қайтыс болған. Жетімдік, кедейшілік, әлеуметтік теңсіздік. Осы қиындықтар Майлиннің кейінгі шығармашылығында ерекше орын алады. Жас кезінде ауыл молдасынан сауат ашқан Бейімбет кейін Троицк, Уфа секілді қалаларда білім алады. Уфадағы медресе Ғалияда оқып, білімін тереңдетеді. 1916 жылдан бастап мұғалім болып жұмыс істей отырып, ол қазақ қоғамының білім деңгейін арттыруға, сауаттылықты насихаттауға белсене кіріседі. Оның білім беру саласындағы қызметі қоғамның дамуына, мәдениет пен ғылымның өркендеуіне бағытталған алғашқы қадамдарының бірі болып табылады. Бейімбет Майлиннің әдебиеттегі жолы 1913 жылы басталды. Оның алғашқы өлеңдері Садақ қолы жазба журналында жарияланған. Уақыт өте келе Бейімбет қазақ әдебиетінде поэзия, проза және драма жанрларында аса өнімді еңбек етті. Поэзиясында әлеуметтік теңсіздік, кедейлік, бостандық пен теңдік мәселелерін көтерді. Оның Мырқымбай поэмасы қазақ кедейлерінің болмысын, мұң-мұқтажын, арман аңсарын шынайы суреттеген шығармалардың бірі. Майлин поэзиясында қазақ халқының тарихи, әлеуметтік, мәдени мәселелерін шебер түрде жырлады. Оның өлеңдерінде ұлттық сана, отаншылдық, еңбекші халықтың мүддесі басты назарда болды. Поэма жанрының дамуына да зор үлес қосып, Байдың қызы, Разия қызы, Зәйкүл, Өтірікке бәйге сияқты поэмалармен қазақ әдебиетінің әр алуандылығын арттырды. Бұл шығармалар өз кезеңінің шынайы болмысын көрсетіп, халықтың арман мақсатын, ұлттық ерекшелігін айқындап берді. Бейімбеттің прозалық шығармалары оның әдеби дарынның тағы да бір қыры. Әңгімелері мен повестері қазақ әдебиетінде реалистік дәстүрдің дамуына зор ықпал етті. Оның Қызыл жалау, Қоңсылар, Азамат Азаматович романдары сол кездегі қазақ қоғамының әлеуметтік, экономикалық жағдайын, адамның ішкі дүниесін терең әрі нәзік зерттеген шығармалар. Бейімбет қазақ прозасының әр қилылығын, байлығын көрсетіп, қазақ әдебиетін жаңа деңгейге көтерді. Бейімбет Майлин драматургияда да белсенді еңбек етті. Оның 25-ке жуық пьесасы, либретто мен сценарийлер бар. Амангелді фильмінің сценарийін жазып, театр өнерінің дамуына да өз үлесін қосқан. Драмалық шығармалар арқылы халықтың тарихын, дәстүрлерін, адамгершілік құндылықтарын көрсетті. Оның пьесалары арқылы қоғамдық мәселелер, ұлттық құндылықтар, адамның өміріндегі күрделі жағдайлар шебер суреттеледі. 1938 жылы Бейімбет Майлин саяси репрессияға ұшырап, жазықсыз тұтқындалды. Оның шығармаларының көпшілігі сол кезде цензураға ұшыраған. Бірақ Бейімбеттің әдеби мұрасы қазақ әдебиетінде мәңгілікке сақталды. Оның еңбектері кейінгі ұрпақтарға әдебиетіміздің тарихын, мәдениетін, әлеуметтік мәселелерін тереңінен түсінуге көмектеседі. Бейімбет Майлиннің 130 жылдығы қазақ әдебиетінің тарихында маңызды оқиға болып табылады. Халықтың рухани әлемінің мәңгілік бір бөлшегі.